тұмаулар көп. Оның қандай тұмау екенін де біліп жатқан жоқпыз. Біреулер осы коронавирустан кейінгі тұмаулардың түрлері өзгеріп кетті ғой. Сондықтан қазіргі тұмауларда мысалы постоянно біз шай ішетін боламыз. Шай ішетін болғандықтан біз кәдімгі жұмысқа, үйде ғана емес, жұмысқа кеткенде де термосқа кішкене шай құйып алып, ол шайға міндетті түрде қалампыр салыңыздар. Гвоздика дейміз ғой. Сол қалампырды салып, кішкене бір шай қасық қана бал салып, шаймен қосымша соны ішіп жүрсеңіздер, сіздердің мына қалампыр бактерияны жоятын қасиеті бар. Және сіздерді тыныштандырады. Жүйке жүйелеріңізге де жақсы әсері болады, жақсы ұйықтатады. Сондықтан қалампырды салып шай ішіп жүріңіздер. Бұрынғы кезде апаларымыз мысалы мына ерінің астына, тілінің астына қалампырды шайнап, жаңағы сорып отыратын. Сол кезде ойлайтын, мен неге үйтіп отыратын болды екен деп. Сөйтсем, ол өзім емдей келе қарайтын болсам, қалампырдың пайдасы өте жоғары екен. Сондықтан қалампырға енді лимон қосудың керегі жоқ. Сізге ескертетін жағдай, қалампырға лимон қоспаңыздар. Ол емге қалампырдың жаңағы лимонның да ашылығы көп, қалампырдың да ашылығы көп, сондықтан екеуі бірін-бірі жойып жібереді. Сондықтан лимон емес, тек қана бал қосып ішсеңіздер болады. Тағы да басқа, мысалы жөтеліп жүрсеңіздер, аздап жаңағы қызылмия солодка тамырын ішіне кішкентай ғана салып қойсаңыздар болады. Әр неше түрлі шөптің, мысалы ауруыңызға байланысты, бауырыңыз ауыратын болса, расторопшы дейтін шөптің кішкентай 1-2 талын салып қоюыңызға болады. Сөйтіп кешке дейінгі шай қылып ішулеріңізге болады. Тек қана мен сіздерге ескертемін, мына мочегонный шайлар, зәрді айдайтын, ісікті қуатын шайлар, шөптер. Соларды ішкенде ғана сіздер жаңағы тек қана ол шөпті ішіп жүре бермеңіздер. Оның әрқайсының шөптің ішу тәсілі де болады. Мысалы 10 күн ішетін шөп болады, 7 күн ішетін шөп болады. Өйткені қанның ферментіндегі заттарды қуып жіберсе, сіздердің аяқтарыңыз тырысады. Мысалы сұлыны көп ішкен жағдайда аяқтарыңыз тырысады, мынандай бұлшық еттеріңіз тырысатын болады, судорога беріп. Олардың барлығы сіздердің құрамындағы, қанның құрамындағы нәрселерді қуып жүрген жағдайда болады. Сұлы ішіңіздер. Сұлы ішкенменен жаңағы курага дейміз ғой, өрік, мейіз қосып жеп отыру керек болады. Одан кейін шиповник сіздерге сусын ретінде пайдалануыңызға болады. Шиповникті де термосқа құйып алып ішіп жүрсеңіздер, әрі витамин, әрі сіздердің бойларыңызға сусын ретінде де өте жағымды, пайдасы зор болады. Осы емнің бәрін қолданыңыздар дегім келеді. Бұл емді емес, тіпті күнделікті ішіп жүретін заттар. Бұл жаңағы өсімдіктер. Сондықтан күнделікті ішіп жүретін өсімдіктерді осылай ішіп жүретін болсаңыздар, сіздердің денелеріңізде суларыңыз көп болады, денеңіз құрғақ болмайды, ішкі қан айналысымен жақсы жүреді. Мына сусынды ішкен сайын, су болсын, басқа сусынды ішкен сайын қан айналысыңыз жақсы болып отырады. Қазіргі жағдайда бізде неше түрлі сусындар көп, зиянды сусындар. Мысалы, энергетик дейміз, энергиялық неше түрлі сусындар бар ғой. Олардың барлығы сіздерге зиян келтірмесе, пайда келтірмейді. Сондықтан неге біз бір термоске, бір кішкентай ғана шайнекке шайды қайнатып алып, соған анапурамызды салып ішіп жүрмеске. Мысалы, жүрегі ауырған адамдар болатын болса, долана, боярышникті ішіне салып қоюға болады. Оған да гвоздиканы қосып қоюыңызға болады. Мысалы, қан қысымы жоғары адамдарға да сөйтіп боярышникті ішіне қосып қойып, жаңағы гвоздиканы, қалампырды салып қойып ішіп жүрсеңіздер өте пайдалы болады. Әрі сіздердің неге қан қысымы жоғары болады дейтін болсақ, адамның қаны қоюланып кетеді, ол бляшка болады, әр жерге тұрып қалады, тромбо болып қалады. Сондықтан ол мысалы кейбір жағдайларда болады. Мен осы өмірімді көріп жүрмін, жақында ғана осы 1-2 айдың көлемінде өмірі онша су ішпейтін, ем алып жүрмейтін адам санаторийге барған, одан кейін неше түрлі жылы нәрселерді пайдаланған, келгеннен кейін бір аптаның айналасында тромболар қозғалып кеткен. Мысалы, қан қоюлық, анау қанды сұйылтты, қоюлықтан тромбо қозғалып кетіп, жарылып кетіп, өмірден өтіп кеткен жағдай болды. Сол сияқты болмай, алдын ала емделіп, алдын ала өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қарап жүріңіздер дегім келеді. Бұның барлығы біреулер айтуы мүмкін, өзімізде білетін шаруа деп. Кейде білесіздер, бірақ істемейсіздер. Сондықтан білгеннің үстіне мынаны істеңіздер деп айтып отырса, тіптен ойлаймын, әркім өзім істегеннен гөрі біреудің айтқан істегенін жақсы көреміз ғой. Сондықтан осыны пайдаланыңыздар дегім келеді. Ауырмаңыздар, жеңіл жүрейік, бойымыз жеңіл болсын.